Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы организмнің иммундық қабілетінің жеткіліксіздігі. Организмнің иммундық қабілетінің жеткіліксіздігін біз иммунодефицит деп те айтамыз. Организмнің бөтен антигенге толық иммунды жауап бере алмауы. Иммунодефицит шығу тегіне қарай үшке бөлінеді. Біріншісі туа біткен негізгі ауру, екіншісі малдың жасына байланысты физиологиялық түрі, үшіншісі жүре пайда болған қосалқы ауру түрінде. Ауыл шаруашылық малдарында соңғы екі түрі жиі кездеседі. Иммундық жүйенің қай бөлігінің жеткіліксіздігіне байланысты төмендегідей жіктеледі. Бірінші, клетканың иммунитетінің жеткіліксіздігі Т лимфоциттер. Екінші, гуморальдық иммунитеттің жеткіліксіздігі В лимфоциттер. Үшінші, фагоциттер жүйесінің жеткіліксіздігі макро-микрофактор. Төртінші, комплемент жүйесінің жеткіліксіздігі. Бесінші, иммундық жүйенің аралас жеткіліксіздігі. Осы жеткіліксіздіктердің салдарынан әртүрлі аурулар пайда болады. Кейде залалды ісіктердің пайда болулары да мүмкін. Себептері төлдерде иммуноглобулиндер мен лейкоциттер жеткіліксіз болғанда және де уызды уақытында қабылдамағанда, кәрі малдарда лимфоид жүйесі тозғанда, малдарды азықтандыру бұзылғанда, рационда белоктың, керекті амин қышқылдарының, микроэлементтердің жеткіліксіздіктері болғанда, ас қорыту, зәр шығару, тыныс алу, тері жүйелерінің ауруларында, радиоактивті сәулеленудің әсерінен болатын ауруларда, ұзақ уақыт дәрілер әсер еткенде, иммунодепрессанттар, антибиотиктер, сульфаниламидтер, нитрофурандар иммунитеттің бағанағындай дефицитіне әкеліп соқтырады. Хирургиялық қатты жарақаттар кезінде лейкоз, ісіктер, індетті құрт ауруларында пайда болады. Дамуы: аурудың туа біткен түрі тұқым қуалаушылық ережесіне сәйкес барлық иммундық жүйелердің дамуының белгілі бір сатысының морфологиялық қызметінің бұзылуына байланысты дамиды. Ауру малдың жасына байланысты физиологиялық түрін төлдерде және кәрі малдарда тіркеледі. Төлдерді енесінен айырып, кенеттен өсімдік азықтарына көшірген кезде тамақ стресі салдарынан организмнің өзін қорғау механизмі әлсірейді. 15-20 күндік төлдерде колестеролді қорғау факторларының көп пайдалануы және де иммунопоездың жеткіліксіздігі аурудың дамуын асқындыра түседі. Төлдердегі иммундық дефициттің негізгі гуморальды иммунитет болып табылады, ал кәрі малдарда клеткалық. Оларда Т лимфоциттердің түзілуінің жеткіліксіздігі, оның супрессорлық қызметінің әлсіреуі, олардың иммундық жүйелерінің қажып, нашарлауын тудырады. Аурудың қосалқы түрі малдарда індетті, жұқпалы емес, құрт ауруларының ауыр түрлерімен ауырғанда байқалады. Егерде иммундық жүйенің орталық ағзалары, сүйек кемігі, тимус жарақаттанса, онда ол ауру ұзаққа созылатын тұрақты түріне айналады. Мұндай дефицит иммунитет жүйесінің кез келген бөлігінде пайда болуы мүмкін. Т және В лимфоциттік, макро-микрофактық, комплементтік, сондай-ақ ол жалпы және де жергілікті иммунитетті де қамтиды. Өлекседегі өзгерістер: өлекседе орталық, сүйек кемігі, тимус және де шеткергі, көкбауыр, бездер, лимфоидты жүйелер, иммундық жүйелердің толық жетілмегендігі анықталады. Т жүйесінің жеткіліксіздігінде тимуста агнезия, гипоплазия құбылыстары, бездерде паракортикальды зоналардың жетілмегендігі байқалады. В лимфоцит жүйесінің дефициті кезінде бездердің, көкбауырдың, ішектің, фолликулаларының жетілмегендігін тудырады. Макро және микрофактордың жеткіліксіздіктері олардың қан түзетін ағзаларда, әсіресе сүйек кемігінде азайғандығымен сипатталады. Олардың фагоциттік белсенділігі төмендейді.
тимустың атрофиясы анықталады. Көкбауыр мен бездерде лимфоциттер жоқ. Клиникалық белгілері. Ас қорыту, тыныс алу жүйелерінің ауруларының синдромдары байқалады. Ондай ауру малда аутоиммунды ауруларға, қатерлі ісіктерге бейім болады. Емдегенмен жазылмайды. Олардың қандарында ерекше өзгерістер пайда болады. Т және В лимфоциттердің иммуноглобулиндердің мөлшері азайып, белсенділіктері төмендейді. Нейтрофил, эозинофил моноциттердің саны аз, фагоциттік қызметтері нашарлаған болып келеді. Иммундық жүйенің аралас жеткіліксіздігінде лейкоциттердің жалпы белсенділігі төмен, лейкопения, лимфопения, гамма иммуноглобулинемия және де парапротеинемия байқалады. Аурудың басқа түрлерінде де осындай өзгерістер болады. Анықтау. Ауруды анықтау үшін ауру мал туралы мұқият жинақталған мәліметтерге, аурудың негізгі клиникалық белгілеріне, тимустағы, сүйек кемігіндегі, бездердегі, көкбауырдағы, ас қорыту, тыныс алу, қан жүйелерінің лимфоидты тіндеріндегі патоморфологиялық, цитологиялық, иммунологиялық өзгерістеріне сүйене отырып диагноз қоямыз. Емі, туа біткен ауруды емдеуден нәтиже жоқ. Төлдердің ауруын емдеуді иммуноглобулиндер мен орын толтыру емі ретінде жүргізеді. 2-3 күндік төлдерге 2-4 мл килограммына мөлшерінде ішкізеді. Одан ересек төлдерге терінің астына не еттің ішіне 0,5-1 мл килограммға жібереді. Қанды не лейкоцит плазмасында 0,5 немесе 1 мл килограмм мөлшерінде 2-3 қайтара жіберуге болады. Иммуностимулятор ретінде бактериялардың липополисахаридтерін қолданады. Олардың дозасын 0,125 мл бастап көбейте отырып, 3-5 күн аралатып, 3-5 реттен жібереді. Лимфоциолды ішке 1-1,5 мл килограмм мөлшерінде 3 күн қатарынан береді. Содан кейін 3-5 күнде үзіліс жасап, 2-3 жұмадай қайталайды. Лейкопения натрий, метилурацил, пентоксил ерітінділерін қолданылады. Тимустың препараттары тимоген, Т-активин, тимозин, сүйек майының препараттары В-активин, басқа да иммундық жүйелердің препараттарын қолданады. Тимустың 0,2 мл килограммға мөлшерінде 10-15 күннен кейін қайталап жібереді. Бұл препараттарды 3 реттен көп қайталап жіберуге болмайды, себебі көптеген малдардың организмінде аутоиммунды реакция пайда болуы мүмкін. Ауыр жағдайларда иммунитет жүйесінің медиаторлары, интерлейкин, иммунды РНК тасымалдау факторлары, лейкоцитті интерферордарды қолданудың нәтижесі жақсы. А, Е, С, В12 витаминдері, ауыстырылмайтын амин қышқылдары, ультракүлгін сәулесі, ультрадыбыс терапиясы, магнитпен емдеу, электр және де лазер акупунктаттарын организмде жақсы стимулды әсер етеді. Сақтандыру шаралары малдың күтімін жақсартып, құнарлы азықпен қамтамасыз ету қажет. Стресс жағдайларды болдырмауға тырысу қажет. Селекциялық жұмыстарды ғылыми негізде дұрыс жолға қою керек. Иммундық жүйеге стимулдық сақтық шараларын жүргізу керек. Витаминдерді, керекті амин қышқылдарын, микроэлементтерді топты малдардың азығына қосып береді. Ультракүлгін сәулесінің жеткіліктігін қамтамасыз ету мәселелері дұрыс шешілуі қажет. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жақсы, сау болыңыздар.